Сырдария ауданы Қуалкөл ауылы. Нөмір 44-ші орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Тоқтарбаева Тоғжан. Мен осы Қобыланды жырын жаттағалы бері өзімнің жырға деген сүйіспеншілігімнің оянғанын байқадым. Осы сайысқа қатысушыларға тек сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін. Әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі. Аналықтай бәйбіше, елуге жас келгенше. Көзімді ашпай дүниеден өтемін бе дегенде, сонда көрген арыстан. Бір ұл, бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. Бұл байқауға қатыса отырып, оқушылардың шығармашылық қабілетін шыңдауға көптеген ықпалын тигізетіндігін байқадық, және сонымен қатар көркем әдебиетке деген сүйіспеншілігін арттыруына, баланың бойында патриоттық рухта тәрбиелеуге көп ықпалын, игі әсерін тигізуде.